Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Отыра қойыңыздар. Кезекші кім бүгін? Ақтөбе, сабақта кім жоқ? Айтниязова Камила. Айтниязова Камила. Себепті? Себепті ме, ауырады ма? Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба қыздар? Иә. Біздерге қандай сабақ қазір? Көркем еңбек. Көркем еңбек сабағы. Жақсы, олай болса, бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Қазір біз топқа бөлініп аламыз. Біз өткен сабақта дәл осылай топқа бөлінгенбіз, иә? Бүгін қайтадан топқа бөлінеміз. Мына жерде карточкалар тұр, қыздар. Келіп барлығымыз бір-бір карточкадан аламыз. Бір-бір карточкадан аламыз. Бір-бір карточкадан аламыз. Енді қолдарыңызда не бейнеленген карточкаде? Киімдер. Қазақтың ұлттық киімдері, сосын классикалық, яғни ескерілген киімдер. Өткен сабақта қарағанда топтарыңыз ауысқан ба? Жақсы, олай болса кітаптарыңызды алып, жайлап жарасамыз. Мына жерде бірінші топ болады, бұл жерде ұлттық киімі бар, карточкасы бар қыздар отырады. Екінші топ мына жерде болады, бұл деген ескерілген, яғни классикалық үлгідегі суреті бар қыздар отырады. Мінекей, сіздер бірінші топ ұлттық киім тобы боласыздар. Ал екінші топ менде іскерлік киім тобы. Жайғасып отырып аламыз. Енді әр топ басшы тағайындайды. Бірінші топ сізде кім болады? Гүлбану. Жақсы. Екінші топ Гаухар болады. Жақсы. Олай болса, енді мадақтау әдіс арқылы екі топ бір-біріне мақтау комплимент айтады. Кішкене өзімізді көңілімізді көтеріп алайық. Бірінші топ басшысы екінші топқа айтады, екінші топ басшысы бірінші топқа мақтау комплиментін айтады. Мысалы үшін сіздер бүгін қол қойып тұрсыздар, сіздермен бір сыныпта оқыған маған қатты ұнайды деген сияқты сәтті өтер мақтау комплиментін айтамыз. Бірінші топ басшысы Гүлбану. Бүгінгі сабақта сіздерге сәттілік тілеймін. Осы сабақта белсенді болып, барлығын жоғары баға аласыздар деген ойдамын. Екінші топ басшысы. Мен сіздермен бір сыныпта оқитыныма қуаныштымын. Жақсы, рахмет. Бір-бірімізге қол шапалақтап қоямыз. Жақсы, олай болса, сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабағымызға шолу жасау мақсатында қазір тақтаға қараймыз. Сіз мына жерде не көріп тұрсыздар? Пицца, пицца әдіс арқылы қазір өткен сабаққа шолу жасаймыз. Бұл пиццаның әрбір бөлігінде сұрақтар жасалынған. Сол сұрақтарға жауап бересіздер. Жарай ма? Бірінші топ ала қойыңыздар. Екінші топ. Екінші топ. Қазақ ұлттық киімдерінде қандай әшекей түрлері қолданылады? Қазақ ұлттық киім киген кезде біз қандай әшекей түрлерін қолданамыз? Жауап бересің өзің? Жауап бере қойыңыз. Бірінші топ сіздердің сұрағыңыз этностиль дегеніміз не? Жақсы. Дайын болса жауап берейік, Меруерт жауап бересің бе? Бастырма, бесқұлақ, алқа, сақина, білезік, және шашбау, түйме, тапсырма, сырға. Жақсы. Бұл қазақтың ұлттық себет бұйымдар. Бірінші топ этностиль дегеніміз не? Этностиль дегеніміз киім жағына белгілі бір жиын
ұлттық кәсібінің ерекшелігін жинақтыратын киім. Яғни өздеріңіздің ұлттық киіміңіз, фольклорлық киім, этностиль дейміз, иә? Жарайды, жақсы, отыра қойыңыздар. Өте жақсы, екі топта өте жақсы жауап берді. Келесі сұрақ. Ақкөйлек ала ғой. Екінші топта келіп ала береміз. Қазақ ұлттық киімінің қандай түрлері бар? Қазақ ұлттық киімдерінің қандай түрлері бар? Киімнің қандай стильдерін білесіңдер? Киімнің қандай стильдерін білесіңдер? Қыздар дайын болса жауап берейік. Ішкі киімдер, сыртқы киімдер, сұлық киімдер, бас киімдер, аяқ киімдер және тағы да басқа түрлері бар. Жұлдыз жауап берді. Өте жақсы, дұрыс. Екінші топ. Киімнің төрт стилі бар: классикалық, спорттық, романтикалық, фольклорлық. Төрт түрлі стилі бар. Бұл классикалық, романтикалық, спорттық және фольклорлық стильдер. Жақсы, үйге тапсырманы жақсы дайындалып кетсіңдер. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Қазір сіздерге қағаз беремін. Бұл жерде шатастырылған әріптер деген ойын ойнаймыз. Яғни әріптердің орны ауысып кеткен, осыны ойластырып, құрастырып, сіз дұрыс сөзін табасыздар. Бірінші топ, бұл жерде төрт сөз бар. Әр топ екі сөзден табады. Шатастырылған әріп. Яғни бұл жерде әріптерді не істеу керек? Дұрыс орнына қою керек, иә? Тақтаға жазамыз. Қай топ дайын болса, тақтаға жаза береміз. Лаура. Кім жазады? Біріншісін Лаура, екіншісін Нұрсұлу. Жақсы. Лаура қандай сөз екен? Бұйым. Отыра ғой. Екінші топта кім? Асима ме? Сосын? Алина. Бір қолданып көтеріңіз, иә? Бас киім. Дұрыс па? Отыра ғой, Алина. Сөз шықты? Ұлттық киім. Біздер шатастырылған әріптер арқылы қандай сөздер шығардық? Бұйым, этностиль, бас киім, ұлттық киім. Жақсы, енді осы сөздерден ары қарай бүгін біздің жаңа тақырыбымыз шықты. Яғни бүгін біздердің жаңа тақырыбымыз этностиль, бас киім және қазақтың ұлттық киімі. Дәптерлерімізді ашамыз. Бүгінгі күннің жадын жазыңыздар. Бүгінгі күннің тақырыбы этностиль. Бас киім. Және қазақтың ұлттық киімі. Бүгінгі күннің жадын жазып, тақырыптың атауын дәптерге жазып аламыз.
31, 32, 33 беттер. Жас болып па? Бүгінгі біздің сабағымыз этностиль, бас киім және қазақтың ұлттық киімі. Жалпы бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты функционалды, эстетикалық, экономикалық талаптарға сай нысан дайындау бойынша тапсырмаларды орындау. Екіншісі, әртүрлі графика тәсілдерін қолданып, бұйым дайындаудың реттілігі мен тиімділік тәсілін анықтай отырып, графикалық және технологиялық құжаттар дайындау. Яғни өткен сабақта да біз этностиль, ою-өрнек, стилизациясы атты тақырыпты өткен болатынбыз. Олай болса, бүгінгі мен жаңа сабағымды Жүсіп Баласұғидің сөзімен бастағым келіп отыр. Яғни қолөнершілер қолдарында түрлі өнер, қол өнерін пайдаланып күн көрер. Сіздер осы еңбек сабағында, көркем еңбек сабағында алған білімдеріңізді, үйренгендеріңізді ары қарай өзіңіздің өмірде қажет болады деп ойлаймын. Өзіңіздің өміріңізде қолдануға, пайдалануға болады. Сондықтан осы сабақта үйренуден жалықпайық деп айтқым келеді. Енді жалпы қазақтың ұлттық киімдері, мына жерде тұр, суреттер көрініп тұр ғой. Қазақтың ұлттық киімдері өте әдемі. Несімен ерекшеленеді ол? Өзіміздің ұлттық ою-өрнектеріміздің. Әр халықтың өзінің ұлттық киімі болады. Енді міне қазақ халқының өмірімен бірге жасасып, бірге қайнасып, өзінің айшықты бояуымен солқындатпай ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан ол біздің өзіміздің ұлттық киіміміз және зергерлік бұйымдарымыз. Ертеде халық шеберлері осы халықтың өзінің қазақтың болмысына тән келетін әртүрлі киім үлгілерін жасап шығарған. Жалпы қазақтың киім түрлеріне тоқталып кететін болса, пайдалану ерекшелігіне қарай олар күнделікті және сәндік болып бөлінеді. Көрініп тұрмаңызда күнделікті және сәндік болып бөлінеді. Ал жыл мезгіліне байланысты қыстық, маусымдық, жаздық және күздік. Жас ерекшелігіне байланысты сәби киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, келіншек киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі және ақсақал киімдері болып бөлінеді. Мына жерде жалпы қазақ халқының ұлттық киімдері бар. Қазақ халқының ұлттық киімдері. Әдемі ме киімдеріміз? Енді жалпы қазақ халқының ұлттық киімдері былай денсаулыққа да және тазалық сақтауға да пайдалы, адам денсаулығына өте пайдасы зор. Соның бір-екеуіне тоқталып кетейік. Қазақтың ұлттық киімдерінің бір-екеуіне тоқталып кетейік. Қандай пайдасы бар екен? Мысалы үшін бұл жерде ненің суретін көріп тұрсыздар? Қараңыздар қыздар. Тон. Тон бұл аң, мал, қой терілерінен тігілетін киім үлгісі. Оның түрлері қырмызы тон бар, сосын қамқа тон деген бар. Жалпы бұның қандай пайдасы бар? Айттық қой, мал терісінен қыста киілетін киім үлгісі бұл қойшыларға, мал бағатындарға, жалпы былай келгендерге бұл не істейді? Жылы әрі жұмсақ болады. Келесі өздеріңіздің қыздар, келіншектер киетін қандай киім түрі? Камзол. Камзол мінекей. Камзолда әйелдердің ұлттық киімінің бір түрі ол көйлек сыртынан киюге болады. Бұл барқыт, мақпал сияқты асыл сапалы маталардан тігіледі. Оның жеңі жоқ болады және жаңа айтқандай көйлектің сыртынан киюге болады. Енді тағы бір түрі бұл бізде
Не деп ойлайсыңдар? Мынау қандай киім түрі? Шапан. Шапан, иә. Бұл сырт киім, бұл да сырт киім. Әртүрлі, олар әртүрлі болады. Сырмалы шапан, қаптал шапан, қималы шапан деп аталған түрлер болады. Сәнді шапандар оларға да әртүрлі ою-өрнектермен, басқа да әшекейлермен, моншақтармен әшекейленіп тігуге болады. Енді мына жерде мынау нені сурет деп ойлайсыздар? Аяқ киімі. Нәрсе, иә? Әжелеріміз, апаларымыз киімі. Бұл аяқ киімі. Бұл тазалыққа және денсаулыққа өте пайдалы. Таза болып тұрады. Жақсы. Енді мына жерде нені суреттерін көріп тұрсыңдар? Бас киім. Бас киімдер, иә? Қандай бас киімдер? Тымақ, бөрік, тақия, ұлдардың тақиясы, ұлдардың тақиясы, қасаба, тюбетейка, не қыста келетін? Құлақшын, жалғабай деген, сонда тақтаға қояйын. Бұл енді қазақтың ұлттық киімдері алдында айтып қой, бас киім, сырт киім, іш киім және аяқ киім болып бөлінеді. Солардың бірі неге бас киім. Жалпы бас киімдер ерлердің бас киімі және әйелдердің бас киімі болып бөлінеді. Бөрік, тымақ, малақай, қалпақ, айыр қалпақ, тақия ерлердің бас киім болса, әйелдердің қандай бас киімдерін білесіңдер? Сәукеле, тақия, орамал, жаулық, кимешек, қасаба деген сияқты бас киім үлгілері бар. Мен қазір өздері сияқты оқушылардың жасаған бас киім үлгілері бар. Мынаны біз не деп атаймыз? Сәукеле, қолдан тігілген, қолдан жасалған. Ал мынаушы? Мынау? Тақия. Мынау не? Бөрік. Мына жерде тағы өздеріңіз сияқты оқушылардың жасаған кішкентай сәукелесі бар. Барлығы бас киімдер ою өрнектермен, моншақтармен, тастармен әшекейленген. Қазір енді ұлттық киім стилі және іскерлік киім топтар сіздерге топтық тапсырма беремін. Жаңа айтып қой, бас киімдер қалай болып бөлінеді дедік? Әйелдер киімі және ерлер бас киімі. Мұнда сіздерге қазір қағаз беремін. Біріншісіне сіздер ерлердің бас киімінің атауын жазасыңдар да, қапталына сипаттамасын жазасыңдар. Жақсы ма? Сіздер әйелдердің бас киімінің әйелдердің бас киімінің атауын жазасыңдар, қапталына сипаттамасын жасасыңдар, е? Мысалы, тымақ бұл аң терісінен, мал терісінен жасалған бас киім деген сияқты сипаттамасын жүріп кетесіздер. Мен сіздерге видеоролик дайындап қояйын. Әр топ 5 бас киімнен жаза қойсын, е? Жаза қойыңыздар.
Birinchi to'pdan ya? Birinchi to'pdaymi? Yerlerden baskıyı maktalı, tahtaya. Sırrı kesteli ve asimetriyetini jengil ayrımlı, yerler baskıyı türü. Tahtiyani aytdingiz. Kimday? Ko'ramiz qizlar. Biroq burunlari ovozini rinlatdim, ikki jog'i qo'shgan izlab kelgan, saltanatdan arnagan baskıyı. Aydirim. Yerlerden baskıyı vatavut, anının nemesi mağdur içerisinden türledi. Yerlerden baskıyı. Laura. Kalkar, yerlerden yerler baskıyı. Nasıl ol? Böyle kaspa sözüne çıkan yerleri baskıyı. Kaspa sözüne çıkan yerleri baskıyı mı gibi böyle. Жарайсыңдар, Кармаша. Екінші топ. Әйелдердің бас киімі. Гаухар. Әйелдердің бас киімінің бірі бұл қасаба. Қасаба қазақ қыз-келіншектер киетін бас киім. Қасаба күрең немесе көгілдір түсті жібек, ши барқат, күліш, дүрия, шұлар, қаша секілді маталардан тігіледі. Жақсы. Ұланай. Бердек жаңа түскен келіншектің әшекейлі бас киімі той өткен соң киетін сәукелайын жеңіл тұрады. Келесі, Меруерт. Әйелдер бас киімі бір тартар. Үшкіл кішігірім бас киім орамал. Әр түрлі матадан әр алуан үлгіде жасалған басқа тартатын бас киім. Келесі, Әсем. Сәукеле. Әйелдердің бас киімі. Оны ұзатылған қыздар және оның жанында еріп жүретін құрбылар киеді. Тайбия. Ұлттық киім және жас ерекшеліктеріне сай қыздардың киімі, келіншектердің киімі, орта және егде де жас әйелдердің киімі болып көрінеді. Өте жақсы. Бір-біріңізге ұнады ма жауаптарыңыз? Онда бас бармақ арқылы бір-біріңізді бағалай жіберейік, иә? Жарайсыздар. Екі топтың да жауаптары жетеді. Енді қазақ ұлттық киімдері жайлы бір видеоролик қарап жіберейік, иә? Сізге көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма, иә, қыздар? Видеороликта қандай киім үлгілерін көрдіңдер? Сәукеле қол көтеріп айтайық. Меруерт. Белбеу, жейде, аяқ-қалпақ, және кемер белбеу, сәукеле, сәукеленің сырғасы, көйлек, шапан. Дұрыс. Тағы қосатыныңыз бар ма бірінші топ? Орамал, иә. Кимешек, иә. Енді мынай бас киімдерді қараңыздар енді. Бас киім түрлері. Мынау қандай бас киім? Сәукеле. Ұзатылатын ұзараша. Төбетей. Төбеге киетін жаздық киім.
Яғни Қазақстан ұлттық киімдерінің түрлерін біз істедік, тамашаладық, иә. Енді кітабымыздан 32-ші бетті ашайық. 32-ші бетті ашайық. 32-ші бетте бізде жаңа бас киім өлшем алу бар. Қараңыздар, иә. Қазір бізде бас киім өлшем алуын үйренеміз. Ол үшін бізге сантиметрлік таспа қажет болады. Какое кило бас киімін өлшейін, басын өлшейін. Бізге бас киім тігу үшін 2 өлшем қажет болады. Төбесі және басты айналдыра өлшеу. Ең бірінші сантиметрлік таспа дегенді білесіңдер ғой, ұзындығы 150 сантиметр болады. Сантиметрлік таспа жүзге қажетті құрал өлшем алу. Енді көлденеңіне айналу бізге ең бірінші бас айналымы қажет болады. Бас айналымы басты айналдыра маңдай бөлігі бойымен құлақтың үстімен желкенің ең шығыңқы жері өлшенеді. Қыздар мінекей. Құлақтың үсті алыну керек бізге. Маңдаймен бастың ең шығыңқы жері. Осылай алынады. Бұл біздің бас айналымы. Одан кейін көлденең өлшемі, яғни құлақ үстімен басты айналдырып, төбесін екінші құлақтың үстіне қоямыз. Мына құлақтың үстіне, көрініп тұрмаңыздар, бастың төбесіне екінші құлақтың үсті. Осылай бізде өлшем алынады. 2 өлшем алынады. Бұл бас өлшемін анықтау, яғни бас киімнің әркімнің әртүрлі болады бас өлшемі. Ең кішкентай деген сияқты, сосын бас киімнің тереңдігін анықтау, яғни төбесінің тереңдігін анықтау. Бұл правый. Енді дәл осылай әр топтан бір-бір қыз, бір-біріміздің бас киімнің өлшемін аламыз. Сіздерде кім Нұрсұлу келіп жұлдыздың бас киімнің өлшемін аламыз. Қалай аламыз дедік жаңа? Сантиметрлік таспаны бірінен аласыз. Келіп жұлдыз. Кел Нұрсұлу. Енді маңдайдан бастап құлақтың үстімен, бастың ең шығыңқы жерімен кішкене төмен түсіп. Неше болды жұлдыздың? 62. Енді төбесін өлшейміз, құлақтың үстімен. Бұл бас киімнің тереңдігі. 32. Дұрыс. Сіздерден кім өлшейді? Мына жерде тұрып өлшеп ойыз. Келіп ұлданайды. Кімнің бас киімнің басын өлшейсің? Альбинаның кім келі ғой, Альбина? Кел. Альбина, кел. Ешқандай қысылмаймыз, өлшеп ой. Сантиметрлік таспаны айнала жаңа маңдай бөлігімен құлақсыз 60 Енді төбесін өлшейміз, қапталға тұр, басқа қыздарды көрсін, оғынай. Бір қапталға отырамыз, Жақсы. Жалпы оңай, енді қыздар, бұлайғанымыз қазір әр топ, біз тақияның үлгісін жасаймыз. Мына қағаздан, тақияға бізге 2 ғана төбесі және жиегі қажет. Осы үлгіні жасап, қазір қағаздан қиып аламыз, әр топ
бөлек-бөлек жасайды. Сосын келесі сабақ бат алып келеміз да, осы үлгіні матаның үстіне қойып, біздер не істейміз? Келеміз. Қазір мен сіздерге қағаз берейін. Мынау жиегіне, иә? Сосын қараңыз бір қағаз аламыз. Бізге ол үшін циркуль қажет еді. Циркуль бар ма? Сізде бар ма циркуль? Қазір айтам өзім. Қалай сызу керек, қалай дайындау керек мынау жиегін. Қағаз жетті ма қыздар? Сіздерге жетті ма? Қазір айтам өзім. Кішкене асықпаймыз, диаметрі бұл жиегінің. Диаметрі қалай болу керек? Соны сіздерге циркуль бар ма сізде? Бір циркуль ма? Сізде циркуль бар ма қыздар? Бар ма, иә? Енді ең бірінші бізге шеңбер қажет болады. Циркульмен шеңбер сызып аласыздар. Шеңбердің диаметрі 20 сантиметр болу керек. 20 сантиметр, яғни сіз оны неше қылып аласыздар? 10 сантиметр қылып. Мынандай шеңбер сызып аласыңдар. Оның центрін белгілеп аласыңдар. Асықпай сызамыз. Диаметрі 20 сантиметр болу керек. Шеңбер сызып аламыз. Бағымыз, қазір берем, қайшына берем қыздар. Ең бірінші бағымыз сызып аламыз. Қиюға асықпаймыз. Ол үшін циркулімізді сызғышпен 10 сантиметр. Енді төмен қарай, егер сантиметр таспай керек болса, қыздар берем. Енді үшбұрыш сызып аламыз. Ол үшін мына центрдің ортасын белгілеп алып қоя. Төменге қарай 10 сантиметр сызамыз. 10 сантиметр төменге қарай сызамыз. Біз негізі үшбұрыш жасауымыз керек та. Мына үшбұрыштың ара қашықтығы мына 10 сантиметр болса, жалпы диаметрі 20 сантиметр болса. Енді мына екі үшбұрыштың ара қашықтығы қыздар 7 сантиметр болу керек. 7 сантиметр болу керек. Осылай үшбұрыш сызып аламыз. Және сізде сонда мынандай дөңгелек шығады мінекей. Осыны әдемілеп қиып аламыз. Түсінбесеңіз сұраймыз қыздар. Үшбұрыш сызып аламыз. Сол ара қашықтығы. Сіздер тоқта тек біреуін жасайсыз ба? Бірі білбесін. Сіздер онда сіздер тоқта екеуін жасайсыз ба? Біреу? Сол жерін мынандай. Қыздар осы орайда қауіпсіздігі, қазір немен жұмыс жасап отырмыз? Қайшымен, қауіпсіздік ережелерін бір қайталап өтейік. Жалпы біз сабақта қандай құралдарды қолданамыз? Қол ине, қайшы, үтір, және жеңіл машинасымен жұмыс жасаймыз. Жақсы. Бірінші топ. Кім айтады? Қол инесімен жұмыс жасаған кезде Лаура қандай қауіпсіздік ережелерін сақтайды? Инені арнайы қобдишада сақтау керек. Инені ауызға салып тұруға болмайды. Инені киімге қадап қоюға болмайды.
Еңбек жұмысшылар алдында оймақ киген болатын. Оймақ пен жұмыс жасаған дұрыс. Екінші топ, қайшымен жұмыс жасаған кезде қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек? Кім айтады? Меруерт. Қайшыны арнаулы сөйлесуді сақтау керек. Қайшыны жолдасына ышқырышын беруге болмайды. Қайшыны ашық қалдыруға болмайды. Жолдасын қайшыны көңілін бөлуге болмайды. Жұмыс жасап жатқан кезде қайшымен көңіл бөлуге болмайтын, бір-бірімізге кедергі жасамаймыз. Жарайсың, Меруерт, отыра ғой. Бірінші топ, қауіпсіздік ережелері тігін машинасымен жұмыс жасаған кезде Ақкөбек. Тігін машинасымен жұмыс жасағанда мемлекеттік орамал тағу керек және жұмыс бастамас бұрын оны тексеріп алу керек және жұмыс машинасының қасында керексіз заттар болмау керек және тоққа қосқан төрт машинаның дұрыстығын тексеру керек. Жұмыс барысында қол қалпын байқап отыру қажет. Сосын жұмысымызды бітіргеннен кейін электр двигателін өшіріп, инені төмен түсіріп қою керек. Өте дұрыс. Үтікпен жұмыс жасаған кезде айта ғой. Үтікті мұғалімнің рұқсатынсыз қоспаған кезде және де үтікпен жұмыс істер алдында үтіктің желінген үтілген жеріне тексеріп алған дұрыс. Үтікті мата түріне қарай қыздыру қажет. Үтікті арнайы тігушіге қою қажет. Және де үтікті тек қана тұтқасынан ұстауымыз керек. Сонымен қатар су қолмен үтіктің тоққа жабылуымыз керек. Өте дұрыс. Қауіпсіздік ережелерін қайталап. Міне бірінші топтікі шықты, бірінші тақиясының төбесі. Енді жиегінді айтып кетейін. Жиегінің, үлкен қағаз бердің ғой қыздар, міне жиегінің ені 11 сантиметр аласыңдар, ұзындығын 58. Енді бізге 58 ұзын қағаз беріп қой. Сол үшін біз 58-дің жартысын аламыз. Сонда бізде 29 сантиметр болады. Матаға қойған кезде үлгіні біз матаны 2 бүктейміз, сол кезде бізде 58 сантиметр шығады. Тездетіп жиегін 29 сантиметр, енін 11 сантиметрға құйып аламыз. Келесі қыздар жиегін жасай береміз. Мана төменге қарай енді. Сендер қайда? Ұзындығы 29 сантиметр. Бірінші топ болды. Ені 11 сантиметр, ұзындығы 29 болыңыздар. Ұзындығы 29 болыңыздар. Бірінші топ болды, міне екіншісінде болып жатыр, енді жиегін жасап жатыр. Екінші топ тез боламыз. Келесі сабаққа маталық келесінде дәл осы үлгімен тақияны безіңіз. Мына жер қосылып тігілген кезде қыздар қараңыздар деп тақияны төбесі шықты. Мына жер жетсін жұмыс болған. Жалпы жиегі 10 сантиметр болу керек, біз 1 сантиметр тігіске артығымен жиып отырмыз. Жиегін қидыңдар ма қыздар? Жиегін қиямыз.
дайын болды, иә? Жалпы үлгі жасау түсінікті болды ма сізге, қыздар? Иә. Келесі сабақ дәл осы тақырыпты жалғастырамыз. Сіз бола беріңіздер. Жаңа айтып қой, қайшымен жұмыс жасаған кезде бір-бірімізге сөздерге жасамаймыз. Ең 11 сантиметр, ұзындығы 29 боласыздар. 28 болу керек, 29 боласыздар. Егер түсінбесеңіз, сұрақ қоюға болады. Қалған қағаздан қағаз жиегін шығара беруге болады қыздар. Мынау неге жиегі жалпы 10 сантиметр болу керек. Біз 1 сантиметрін тігіске тастадық, иә? Сонда сіздердің тақияларыңыздың көбесіне мынандай болса, оны не істейміз? Айналдыра тігеміз. Бірінші топ болды. Екінші топ. Жоқ, елемейміз қыздар, бұл тек қана үлгі, матаға. Бұл кішкентай символдарға арналған. Жақсы. Қыздар жетіспегеніміз үйде жалғастырамыз. Жалпы жобасы түсінікті болды деп ойлаймын, иә? Бүгінгі сабақта мен не білдім? Бүгінгі сабақта мен не білдім? Nasıl? Мәлімет алдым, иә? Қазақтың ұлттық киімдері туралы мәлімет алдым. Кім айтады? Кім айтады? Екінші топ Гүлбану. Бүгінгі сабақта мен көптеген ұлттық киімдердің түрлерін білдім. Киіммен таныстым. Және тақияны өте қызықты болды. Тақияны пішінін істеді. Бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Жоқ бар. Маған сабақ өте қызықты болды. Осы сабақта қазақтың ерлерге арналған ұлттық бас киімі мен әйелдерге арналған бас киімдерін таныстым. Және де қазақтардың бас киімдері маусымына қарай, жыл мезгіліне қарай ауысып тұрады. Жақсы. Міне кигенді көрсетеміз, жасағандарымыз қыздар. Және бір-бірімізді бағалаймыз, екі қолданысқа ұстаймыз. Жасаған үлгілерімізді көрсетіп, бір-бірімізді бас бармақ арқылы не істейміз? Бағалаймыз. Ұнады ма? Бас бармақ арқылы бір-бірімізді бағалаймыз. Жақсы. Жауқар жеріміз содан sonra. Жас қыздар үйге тапсырма, жазғаламыз дәптерге. Қазақтың ұлттық киімінің нобайын жазасыздар, яғни сурет саласыздар. Сосын, егер мен сәнгер, дизайнер, немесе тігінші болсам, егер шағын ғана эссе жазасыздар, және келесі сабаққа мата алып келесіздер. Жақсы ма?